Қайырлы күн баршаларыңызға. Қазақстанның балалар арасында шахмат туралы жаңалығына келетін болсақ, білесіздер, 23 қаңтар мен 3 ақпан аралығында Қазақстанның балалар арасында біріншілік өткен болатын 6 жас пен 12 жасқа дейінгі. Мен бүгін сіздерге 6 жас бойынша ақпарат бере кетейін деп отырмын. Кімдер орын алды, кімдер қатысты, сол туралы ақпарат берем. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақстан біріншілігіне мына жерде регламентін келтіріп кетейін. Бірінші Қазақстаннан бірінші әр облыс бойынша балалар іріктеуден өтеді, әр жақтан балалар келеді. 6 жасқа дейін енді кімдер қатысқан мына жерде тамашалайық қазір. 6 жас бойынша біздерде ұлдар арасында міне көріп отырсыздар 27 бала қатысқан екен. Астана қаласынан, Шымкент, Жамбыл, мына жерде көріп отырсыздар кімдер келіп қатысқан екен. 6 жасқа дейінгі балалар арасында осы балалар қатысқан. Енді положениясына келетін болсақ, негізі 3 формат бойынша өтті. Классика бойынша, рапид бойынша, блиц бойынша. 90 минут плюс 30 секунд беріледі. Классика бағытында әр балаға 6 жасқа дейінгі балалар. Бұл жерден барлық балаларға формат бірдей. Одан кейін 15 минут плюс 10 секунд берілген. Ал блицке 3 плюс 2 форматында ойнайды. Енді приз жағына келетін болсақ, бірінші орынға 200 мың теңге қарастырылған екен, екінші орынға 150, үшінші орынға 100 мың теңге беріледі. Бірақ 8 жасқа дейінгі балдарға мына жерде тренеріне чемпионның 20 мың теңге беріледі деген. Бірақ енді 2018-ден жоғары қарай тренеріне ешқандай приз қарастырылмаған. Бірақ бұл 8 жасқа дейінгі балдардың, 6 жасқа дейінгі балдардың бірінші орынға әлем чемпионатына ешқайда жіберілмейді. Бұл жерде бұл дайындық есебінде жүргізіледі. Бірақ сонда да кім бізде биыл чемпион атанды, соны тамашалайық. Так, енді қараңыздар, мына жерде 27 бала ойнаған, сол 27 баланың ішінде кім орын алды қарастырайық. Енді 9 тур бойынша, форматы бойынша өтеді. Классика бағытында бізде кім жүлдегер атанды. Мына жерде Қайрат Абдумалик деген жігітіміз 9 ұпайдан 9-дан 9 ұтқан екен. Астананың жігіті, мына жерде қарасаңыздар болады, міне барлығын ұтып шыққан. Астана қаласының жігітін құттықтаймыз. Екінші орында бізде Айтмұханов Мейірхан деген жігіт алған екен. Ол бізде Алматының азаматы. 2018 жылы дүниеге келген, құттықтаймыз. Мейірханды үшінші орынды бізде дополнительный бірінші показатель бойынша бұл қалай есептеледі дейтін болсаңыздар, бұл жерде сіздің қарсыластарыңыздың қаншалықты жақсы ойнады, солардың ұпайларының барлығын қосындысы бойынша есептейді. Очколары бірдей болғанмен доп бір показателі бойынша, көрсеткіші бойынша бізде Ермек Санжар деген азаматымыз үшінші орынға ие болған екен. Ол Атырау облысынан келген екен, құттықтаймыз. Міне осындай ұлдар арасында бізде осындай көрсеткіштер болып жатыр. Енді қыздар арасына келетін болса, қыздар арасында бізде қатысқан, көріп отырсыздар, 17 қана ойыншы қатысқан. Көрдіңіздер, егер балдарыңыз 6-ға толмаған болатын болса, осындай чемпионаттарға жазылып, отбордан өтіп, дайындасаңыздар, сіздерге үміттеріңіз өте зор. Потому что бұл жерде қарайтын болсақ, балдар өте аз қатысады. Әр облыстан бір баладан, 1-2 баладан келген екен. Атыраудан 2, Алматыдан көп, Астанадан көріп отырсыздар. Басқа облыстарда жоқ десек те болады. Енді қарайық осы состав бойынша кім бірінші орын алды? 9 турдың нәтижесі бойынша бізде Жұбатхан Асылым деген қыз бірінші орын алған екен. Ол бізде Астана қаласынан келіп отыр екен. Ұлдарда да байқасаңыздар, Астана бірінші орын алып кетті биыл. Ал қыздар бойынша да мына жерде Асылым деген қарындасымыз бірінші орынды алып отыр. Екінші орынды бізде Шинбаева Альнура деген қызымыз екінші орын алып отыр екен. Ол Алматы қаласынан келген. Ұлдарда да осылай 1 мен 2 Астана және Алматы болған. Бұл жерде де сондай болып отыр. 9 очко, одан кейін 7 очко. Үшінші орында бізде Парк Шопие деген қарындасымыз орын алып отыр екен. Ол да Алматыдан келген екен. Міне қарап отырсаңыздар, міне осы не бойынша, осы үштігіміз қыздар бойынша орын алған екен. Бұл классикалық бағытта. Енді рапид форматында бізде жаңа мен көрсеткен болатын. Рапид бізде 15 плюс 3 не бойынша ойнайды мына жерде. Так. 15 плюс 10, 15 минут беріліп, 10 добавление қосылады. Қосымша уақыт сол формат бойынша бізде
Ұлдар арасында бірінші орынды кім ие болды? Қарастырайық. Бірінші орынды бізде сол Әбдімәлік алған екен, 8 ұпаймен астаналық. Одан кейін Ертай Осман деген азаматымыз рапид бойынша Алматы қаласынан келіп отыр. Екінші орынды алған екен. Үшінші орынды биылдықта бізде Ендібаев Аслан деген азаматымыз Шымкент қаласында, сол Шымкент қаласында өткен болатын жергілікті азаматымыз үшінші орынға ие болған екен. 6 ұпаймен, мына жерде көп балалар 6 ұпай алған, бірақ показатели бойынша ең жоғары болып тұр екен. Асланды құттықтаймыз. Ал енді қыздар арасына келетін болсақ, рапид форматында көрейік. Қыздар арасында 15 қарындасымыз қатысқан екен. Соның ішінде 9 турдың нәтижесі бойынша бірінші орынды алған бізде Жакишева Венера деген қарындасымыз орын алған екен. Астана қаласынан келген екен бұл да. Одан кейін Шинбаева Альнура деген Алматыдан келген қарындасымыз екінші орын алған екен рапид бойынша. Жұбатқан Асылым Астана бойынша үшінші орынға ие болған екен. Енді үшінші формат бізде молниеносный блиц форматында қыздарымыздың арасында 6 жасқа дейінгі кім бірінші орынға ие болған екен? Бұл жерде де 18 адам қатысқан екен. Енді бірінші орынды бізде Ермек Санжар алған екен. Блиц форматы бойынша Атырау облысынан келген қарындасымызды құттықтаймыз. 8 ұпаймен жақсы өте көрсеткіш. Екінші орында Амраев Муслим, ұлдар арасында екен бұл. Ұлдар арасында бізде Алматы қаласынан міне орын алып отыр. Құттықтаймыз. Ермек Санжар бізде ұлдар арасында екен, кешірім өтінем. Одан кейін бізде үшінші орында Ронзин Кирилл деген азаматымыз, қай жақтан ЗКО дейді, Западно-Казахстанский облыс дейді, сол жақтан келген азаматымызды құттықтаймыз. Так, бұл ұлдар арасында болды. Енді қыздар арасында блиц форматы бойынша бізде 13 қарындасымыз қатысқан екен. Соны 9 тур бойынша кім орын алды? Бірінші, сол Шинбаева Альнура Алматы қаласы бойынша блицтен орын алып отыр екен. Одан кейін Асылым Астана екінші орын, үшінші орын Жакишева Венера. Сол мықты ойнайтын қарындасымыз сол жүлдені барлығы алып отыр екен. Бұл да Астана. Міне осы көріп отырсыздар, міне осы формат бойынша осы қарындастарымызбен інілеріміз осындай орынға ие отыр екен. Биылдыққа міне сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді басқа форматтарды келесі видеода түсірем. 8 жасқа дейін кім болды, 10 жасқа дейін кім болды, 12 жасқа дейін кім болды. Міне сұрақтарыңыз болса, осындай біріншілікке қалай қатысам, не істеймін деген сияқты менің каналыма жазылып алыңыздар. Осындай отбор болатын уақыттарда түсіруге тырысамын. Барынша шахмат туралы Қазақстандағы жаңалықтарды түсіріп отыруға тырысамыз. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.